Өсектің не екенін білесіз бе? Ол екі кісінің арасына от жағу, олардағы мейірім шапағатты жою. Қайғыдан арылып көңіліңді ашайын десең, жетімге рахым ет, басын сипа, тамақ бер, сонда ғана тілегіңе жетесің. Қой бақ, қойда береке, жесең ас, ішсең сусын, кисең киім. Момынның назарынан қалудан қорық, себебі оның назары жақсылық келтіруі мүмкін. Бала шағасының қамын ойлайтын, тапқанын соларға жаратушы, жақсы сөйлеп сыйлаушы, Алла тағаланың сүйген досы. Жетімді асыра, жетім асыраған үйді Алла тағала дос көреді. Басқаларды өзіңе ұнайтын нәрселерді жақсы көргендей жақсы көр. Момындардың тәуірі мінез құлқының жақсылары. Ақымақтан ұзақ жүр. Біреулердің адамгершілігін білмекші болсаңыз, ол кісі жайында айтылатын жақсы сөздерді тыңдаңыз. Сізге қызметшіңіз тамақ дайындап, еңбек етіп, алдыңызға алып келсе, онда сіз оны өзіңізбен бірге отырғызыңыз. Егер отырмаса, азда болса сыбағасын беріп жіберіңіз. Басқа бір елдің қадірлісі немесе бастығы келсе, сіздер оны құрметтеңіздер. Алла тағаладан тілегенің қабыл болуын шын ықыласпен сұра. Бұл тілегім қабыл болады деп сен. Жақсы тілек жарым ырыс. Жамандықты өз пейіліңнен, тілегіңнен табасың. Дінге шын ықылас қой, амалым кішкене деме, барына риза бол. Күмәнданып жазалама, ұлы адамдарға сүрінгенде кешірім ет. Алла тағаланың істеме дегенін істегендерді кешірмей жазала. Жақсы көрген кісіңді етене жақсы көрме, себебі бір күні жаман көріп қаларсың. Жаман көрген кісіңді соншалықты жаман көрме, бір күні ол жақсы көріп қалған адамың болып қалар. Жетімді асыра. Жетім асыраған үйді Алла тағала дос көреді. Бала шағасының қамын ойлайтын, тапқанын соларға жаратушы, жақсы сөйлеп сыйлаушы, Алла тағаланың сүйген досы. Біреуден екеу жақсы, екеуден үшеу жақсы, үшеуден төртеу жақсы. Көпшілікпен бірге болыңдар. Алла тағала дегендер бір қауымда, олар көпшілік, жалғыз емес. Арамнан сақтан, сонда мақсатыңа жетесің. Алла тағаланың бергеніне шүкіршілік ет, сонда сенен бай кісі болмайды. Көршіңе жақсылық жаса,
иманды боласың. Өзіңе тілеген жақсылықты басқаға да тіле. Бұл мұсылмандықтың белгісі. Адалдыққа мән бермей, оны жоғалтып қойма. Ұнатқан кісіңе жылы қара, мұсылмандық болар. Көп күлме, көп күлкі орынсыз нәрсе. Қайғыдан арылып көңіліңді ашайын десең, жетімге рақым ет. Басын сипа, тамақ бер, сонда ғана тілегіңе жетесің. Мешітіңізді әшекейлемеңіздер, қалаларыңызды көркем ұстаңыздар, балаларыңыздың мәртебесін мадақтаңыздар. Әкімге мұң-мұқтаждарын жеткізе алмайтын кісілерге жәрдем етушілердің қыл көпірден өтуін оңай етемін деген Алла тағаланың уәдесі бар. Алла тағаладан мұқтаждықтан, қызметі көп табысты жұмыстан және біреулерге залымдық жасаудан, сондай-ақ біреулерден залымдық көруден құтқаруды сұраңдар.